Қазақ даласы шығыс пен батыстың арасындағы алтын көпір. Өркениеттер тоғысында орналасқан еліміз үшін даму жолында сыңаржақ көзқарас, қасаң қағида орын алмауы тиіс. Әсіресе барша адамзат болашағының даңғыл жолы батыс үлгісі деген тұжырымның белең алғаны белгілі. Алайда өркениет жолындағы жарыста ұлттық болмысты жоғалту қателік екенін уақыт көрсетті. Қазіргі жағдайды зерттеп қарайтын болсақ, өркениеттің ең биігі ол мынау Азия болып отыр. Жапония, Оңтүстік Корея, Қытай. Бұлайлап қарайтын болсақ, тереңдеп, қазіргі соңғы деректерге қарағанда, олардың бәрі тіпті біздің ағайындарымыз. Олардың осыншалықтың жетістіктерге жетуінің себебі неде? Себебі ұлттық мәдениет, ұлттық код. Демек, ұлттық мәдениеттің қайнар бастауларындағы құндылықтар оның даму жолын айғақтайды. Елдік рух алаш баласының болмысымен біте қайнасқан. Туған жерін сүю, еліне қызмет ету исі қазаққа жазылмаған заңдылық. Бұл құндылықтардың шырайлы шаһар, шалғайдағы ауыл тұрғындарының санасында берік орнығуы тұтас мемлекеттің дамуындағы маңызды алғышарт. Мысалы, шағын ғана ажарлы ауыл Құдығағаштың келбеті сөзімізге дәлел. Әрбір адам өзінің туған жерін сүю керек, сыйлау керек. Мысалға, қазақтың қанына біткен не ғой, бұрыннан біткен үлкен сыйлау, кішіге көмек беру деген сияқты. Сол сияқты осының бәрі біздің елдің Құдағаш ауылының азаматтарының бойына сіңген. Жаңа ғасырда төл мәдениетімізге арқа сүйеу абзал. Бұл мақсатта ұлтымыздың ұлағатты салт дәстүрін дәріптеп, жер жаһанның жаңалықтарын соған лайықтап игеруіміз шарт. Ауғанбек Манарбекұлы, Марат Ахметжанов, Көкше Ақпарат.